Үшінші сынып қашықтықтан оқыту музыка сабағына қош келдіңдер. Сабағымызды бастамас бұрын соль және ми нотасы арқылы амандасып алайық. Сәлем, привет, hello. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі жаңа тақырыпқа назар аударамыз. Сабақтың тақырыбы су, ырыс, көзі. Оқулықта 124-131 бетті ашамыз. Сабақтың мақсаты табиғатта су айналымы мен адамға судың пайдасымен танысу. Концерт деген не? Оның түрлерін ажырата білу. Олай болса балалар, табиғатта су айналымы туралы қысқаша бейне жазбаға назарымызды аударайық. Сіз күнделікті пайдаланатын судың жасы миллиардтаған жылдарға тең. Жердегі бар су үнемі жаңарып отырады. Ол жерде тіршілік басталғанға дейін де болған. Ол жаңбыр ретінде жауып, өзен түрінде шайылып, мұздық болып қатады. Динозаврлардан бізге дейін жануарлардан өтіп, су айналымы деп аталатын циклда үнемі жаңарып отырады. Ең үлкен табиғи су қоймалары мұхиттарда орналасқан. Күн сәулесі жер бетін жылытқанда, жылу энергиясы сұйық суды газға айналдырады. Бұл процесс булану деп аталады. Су буы атмосфераға көтеріліп, суып, бұлттар түзу үшін конденсацияланады. Су тамшылары қосылып, ауыр жаңбыр тамшыларын түзгеннен кейін жауын шашын болып жауады. Жауын шашын табиғи және жасанды құрылымдармен сіңірілуіне қарамастан, оның көп бөлігі ақырында өзендер мен көлдерді толтыратын ағын суларды түзеді. Кейбір жер асты сулары өсімдік пен ағаш арқылы атмосфераға қайтар жол табады. Су тамырлар арқылы сіңіріліп, жапырақтар арқылы буланып сыртқа шығады. Бұл процесс транспирация деп аталады. Уақыт өте, бұл су буы конденсацияланып, бұлт түзетте жауын шашын ретінде жерге қайта түседі. Жауын жер астына борпылдақ жыныстар арқылы да жол табады. Жер асты сулары жүздеген метр тереңдікте орналасып, жер асты су қоймаларын түзеді. Су сондай-ақ мұздықтарда мұз ретінде мыңдаған жылдар бойы жинақталады. Өзендер мен көлдердегі мына сулар ақырында қайтадан бастауына мұхитқа оралады. Осы жерден цикл қайтадан басталады. Су айналымның циклы ғаламшарымызда шамамен 8 миллион рет қайталанған. Балалар, бейне жазбадан табиғатта су айналымын көріп болса, тілді құзыреттілікке тоқталайық. Су. Орыс тілінде вода, ағылшынша ваты, қазақша өзен, орыс тілінде река, ағылшынша лейк. Су жердегі ең басты тіршілік көзі. Оны бәріміз білеміз, е? Тірі жандылардың барлығы сусыз өмір сүре алмайды. Су туралы оның адам өміріндегі алатын орны жөнінде не керек екенін осы бейне жазбадан білдік. Су ырыс көзі сабағы судың тіршіліктің негізгі көзі екендігін музыка тілімен жеткізе алуға болатынын дәлелдейді. Музыка өзінің көркемдеуіш құралдарымен су бейнесімен сипатын ашалатынын осы видео арқылы сезіндік. Олай болса, біз суырып салма концерт түрінде өткіземіз. Өзіміздің өнерімізді, қиял мен шығармашылығымызды көрсетіп, музыкалық білім мен іскерліктерімізді тек серейік. Ал ол үшін алдымен концерт дегенімізді не және оны қалай ұйымдастыруға болатынын анықтаудан бастаймыз. Ендеше балалар, оқулықта 125 бетті ашып, сол жердегі берілген сұрақтарға назар аударайық.
Концерт дегеніміз не? Концертте болып көрдің бе? Концерттің қандай түрлерін білесіңдер? Естеріңде сақтаңдар балалар. Концерт дегеніміз алдын ала арнайы құрастырылған бағдарлама бойынша музыкалық, хореографиялық, әдеби сахналық шығармаларды көпшілік алдында орындау әрекеті. Концерттің түрлері: халық музыкасының концерті, классикалық музыка концерті, эстрадалық концерт және тағы басқалары. Мысалы, мына бейнетаспада берілген симфониялық оркестр концертінен көрініс. Келесі ұлт аспаптар оркестр концертінен көрініс. Ал бұл суретте Наурыз мерекесіне арналған оқушылар концертінен көрініс. Және Дос Мұқасан тобының концертінен көрініс. Бәріңізге түсінікті болды деп ойлаймын. Балалар, концертті ұйымдастыру және жүргізу талаптары бар. Олар: бірінші, концерттің тақырыбын өткізу, формасын анықтау. Екінші, концертті өткізу күнін, уақытына және өткізетін орнын белгілеу. Үшінші, концерттің бағдарламасын немесе сценарийін құрастыру. Төртінші, концерт нөмірлерін қарап шығу және таңдап алу. Жүргізушінің сөйлейтін сөзін ойластыру және жүргізушілерді дайындау. Шақыру билетін дайындау және тарату. Жетінші, жарнамаларды дайындау және іліп қою. Сегізінші, концерттің дайындығын ұйымдастыру. Және соңғы 9-шы, концертті ұйымдастыру және өткізу. Мінекей осындай ұйымдастыру мен жүргізу талаптары бар екен. Осыны естен шығармаймыз. Концертті ұйымдастыру және жүргізу талаптары дайын болғаннан кейін жарнама болады. Жарнама дегеніміз ол афиша. Концерт, спектакль, лекция өткізу туралы хабарландыру. Жарнамада мына ақпараттар болу керек: концерттің атауы, күні, уақыты, концерт өтетін жері, мекен-жайы мен телефоны, жету жолы және концерт туралы қысқаша мәлімет. Концерт бағдарламасы ол жұрттың алдында орындалатын шығармалар тізімі. Мысалы, бейнетаспадағы міне жарнамалар үлгісі берілген. Бірінші үлгіде Қайрат Нұртастың афишасы, екінші бейнеде концертке шақырамыз афишасы. Олай болса балалар, бейне жазбадан Дос Мұқасан тобының концертін бірге тамашалайық. Жігітпіз күніміз төбемізде тұр әлі, сол кешегі еркек қыздар енді бізді оғады. Кеше біздер ғашық болған, кездесуге асық болған, арулар жүр үйімізде. Жағдайымыз жақсы біздің күйімізде. Үйімізге қонамыз, жақсы жармыз қонағыз. Қонақ келсе үйімізге бірге қонақ боламыз. Кеше біздер ғашық болған, кездесуге асық болған, арулар жүр үйімізде. Жағдайымыз жақсы біздің күйімізде. Кеше біздер ғашық болған, кездесуге асық болған, арулар жүр үйімізде. Жағдайымыз жақсы біздің күйімізде. Кезіміз ғой ерлейтін, кезіміз ғой сермейтін, біздер түрлі жұмыстар бар, әйел біле бермейтін. Кеше біздер ғашық болған, кездесуге асық болған, арулар жүр үйімізде. Жағдайымыз жақсы біздің күйімізде. Кеше біздер ғашық болған, кездесуге асық болған, арулар жүр үйімізде.
Өздеріңді концертте отырғандай сезіндіңдер деп ойлаймын балалар. Олай болса, үйге тапсырмаға назар аударамыз. Оқулықта 130 беттегі тапсырмаларды өз бетінше орындаймыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау бол, пока, goodbye.